саламатсыздар ме? Қызылорда облысы, Арал қаласы, Арал индустриалды техникалық колледжі, номер 95 слесарь электромонтаждаушы тобы. Жетекшісі Қанатова Перизат Абжами қызы. Бүгінгі тәрбие сағатымыздың тақырыбы менің отбасым. Мақсаты бала тәрбиесіндегі ата-ананың алатын орны ерекше екендігін түсіндіру. Отбасы мүшелері арасындағы бауырмалдық, достың қарым-қатынасты қалыптастыру. Отбасы мемлекетіміздің бір бөлшегі екендігін ұғындырып, білім алушыларды ынтымақ пен ұжымдыққа тәрбиелеу. Тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы демекші. Алдымдағы шәкірттеріме алдымен үлгілі тәрбие бере отырып, заман талабы мен ағымына сай қалыптасуына ықпал ету. Кешегі бүлдіршін, бүгінгі болашақ оқушы, ертеңгі ел азаматы. Алдымен тәуелсіз елде туған ұландар бақытты. Тәуелсіздігіміздің болашақта гүлденуі, баянды болуы біздің алдымызда отырған шәкірттерімізге тиесілі. Тәрбиенің алғашқы бастамасын бала жанұяда алады. Бүлдіршін алғашқы адамгершілік қасиеттерді де, еңбек әліппесінің алғашқы беттерін де өз үйінде ашады. Ұлттық педагогикада тәрбие отбасынан басталады деп тегін айтылмаған. Баланың тәлім тәрбиесіне ерекше мән берген халқымыз баланы жастан деп мәтелдеген. Қазақ халқында сонау ежелгі заманнан бері өзіндік тәрбие мектебі қалыптасқан дәстүрі болған. Алтын бесік отбасы болса, алтын ұя әрине мектеп. Екеуі де қасиетті әрі қастерлі. Өйткені отбасы адамды дүниеге әкеліп қалыптастырып, дамытып, жетілдіріп жатса, мектеп ақылы мен білімі толысқан, жан-жақты жетілген, өз бетімен өмір сүруге бейім, толық қанды адам етіп тәрбиелеп шығарады. Бұл екі ортаның да мақсат мүддесі ортақ. Міндеті біреу. Демек, осындай қасиетті жерде жұмыс істеудің өзі мұғалімдерге үлкен жауапкершілік жүктейді. Осы уақытта көзім жеткені педагогикалық іс өте нәзік, қасиетті іс екен. Біз бүгін керемет бір ғажайып әлемге саяхатқа барамыз. Қалай ойлайсыздар? Ол қандай әлем болуы мүмкін? Ол бір өзі кішкентай ғана шағын мемлекет. Ол мемлекеттің аты отбасы. Бұл мемлекет қандай болу керек? Әрине, бақытты, қамқор, тату, сыйлы, өнерлі, үлгілі, мейірімді, кешірімді болу керек. Адамға өмірде ең қымбаты отбасы. Отбасында сүйіспеншілік, сыйластық, татулық, бауырмалдық болғанда бірлік болады. Бір-бірін аялап кешіре түсіне білгенде отбасы мықты, берік болады. Бүгінгі тәрбие сағатымыздың тақырыбы менің отбасым тақырыбына арналады. Білім алушылар, қалай ойлайсыздар? Отбасы неге теңеуге болады? Алып құсқа ма, әлде алып бәйтерекке ме? Дұрыс айтасыздар. Менің ойымша да отбасын бәйтерекке теңесек, балаларды жапырақтарына теңейміз. Ал жапырақтар қайда бекиді? Бұтақтарында. Олай болса бұтақтарын ата-анаға теңейміз. Бұтақтары қайдан тарайды? Әрине ағаштың діңінен. Олай болса олар ата-әжелеріміз. Алып бәйтерек ненің арқасында жақсы өсіп жайқалады? Дұрыс, тамырының арқасында. Қалай ойлайсыздар? Егер ағаштың діңін ата-әжелерімізге теңесек, тамырын кімге теңейміз? Әрине, ата-бабаларымызға. Міне, білім алушылар, осылай үлкен отбасы қалыптасады. Бала әкеден ақыл, анадан мейірім алады. Тәртіпті де, тәрбиелі ұрпақ, отбасы мен білім ордаларынан алған үлгі-өнеге жиынтығының жемісі. Біз мықты отбасын алып бәйтерекке теңесек, тәуелсіз еліміздің символы ретінде көкке шаншылған бәйтеректі айтамыз. Ол самрақ құстың алтын жұмыртқасын аспанға көтерген алып киелі ағаш, бейбітшілік пен келісімде өмір сүруге ұмтылған ұлы мақсат көрінісі. Мемлекетіміздің іргетасын қалаушы әр отбасы бұл жеке мемлекет. Әке алақаны мен ана жүрегінің жылуы бар сендер тәуелсіз еліміздің тірегі болатындарыңа сенемін. Бойларында от бар екен, байқадым. Жүректерде шоқ бар екен, байқадым. Әрқашанда осы шоқты өшірмей, жалындатып, шарықтаңдар әрдайым деп. Сіздерге номер 95 слесарь электромонтаждаушы тобы білім алушыларының менің отбасым тақырыбындағы фотоколлаж, сурет шығармашылығын ұсынамын.
95 топ білім алушысы Бекболатов Елнұрдың жұмысы. Жарасұлы Арманданың менің отбасым тақырыбындағы суреті. Қантаев Мадиярдың менің отбасым тақырыбындағы отбасылық фотоколлаж. Қаржабаев Кенжебектің менің отбасым тақырыбындағы суреті. Қазиев Шапағаттың отбасы фотоколлажы. Ибадат Рамазанның отбасы. Рахатов Ермұханның менің отбасым тақырыбындағы суреті. Шайхов Жанболаттың отбасы. Орынбасаров Абзалдың отбасы фотоколлажы. 15 мамыр халықаралық отбасы күні. Атаулы күн 1993 жылы Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясымен бекітілген. Бұл күнді белгілеу түрлі мемлекеттерде қоғамның назарын отбасына аудару қажеттігінен туындаған. Сіздерді бүгінгі мерекемен шын жүректен құттықтаймын. Отбасыларыңызға денсаулық, бірлік, татулық, сыйластық, махаббат тілей отыра, бүгінгі онлайн тәрбие сағатымызды аяқтаймыз. Назарларыңызға көп рахмет.